Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді үй жағдайында гуляш дайындайтын боламыз. Видеомызды көрмес бұрын ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Мені жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мен күн сайын түрлі видеолар мен рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, оның үстіне сары майымызды құйып, майымыз қызған соң оның үстіне етімізді саламыз. Етімізді жақсылап суы тартылғанша қуырып аламыз. Жай отта жақсылап қуырып болған соң оның үстіне тағы жарты стакан су құйып, тағы да бұқтырамыз, етіміз таза пісу үшін. Оның үстінен пиязымызды саламыз. Мен пиязды осындай үлкен қылып турадым. Өздеріңіздің қалауларыңызша бұдан кішірек қылсаңыздар болады. Оның үстіне чеснок оны да жақсылап қуырып аламыз. Барлық керекті заттарымызды кезек-кезек салып 2-3 минуттан үстінен қуырып аламыз. Міне, тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қолдап кетіңіздер. Менің арнамды жоғалтып алмау үшін жаңағы айтып өткендей міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.